Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, комиссия мүшелері. Менің есімім Алпыс Маржан Бейсенбайқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Мені 2021 жылы қазақ тілі пәні мұғалімі лауазымы бойынша педагог-модератор біліктілік санатына аттестаттауды сұраймын. Қазіргі уақытта педагог санатындамын. 2013-2017 жылдары Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетін гуманитарлық білім бакалавр дәрежесін үздік дипломмен аяқтадым. 2018-2020 жылдар аралығында Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің филология ғылымдарының магистрі дәрежесін алдым. 2021 жылдың 15 сәуірі күні ұлттық біліктілік тестілеуден өттім. Педагогикалық еңбек жолымды Қостанай қаласы номері 22 орта мектебінен бастадым. Дәл осы мектепте 1-2 тоқсан аралығында оқушыларға сабақ жүргіздім. Қазіргі таңда номері 27 жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі пәнінің мұғалімімін. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға білім берудің жаңартылған мазмұнын іске асыру жағдайында инклюзивті білім беру тақырыбында 2021 жылдың 11 және 14 мамыр аралығында орта білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне арналған 40 сағаттық көлеміндегі курсын тәмамдадым. Қазіргі таңда номері 27 жалпы білім беретін мектебінде ұстаздармен және оқушылармен бірлесе отырып жұмыс атқарудамын. Назарларыңызға рахмет.